Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен балды торттың рецептісімен бөлісемін. Бұл торт бұрын соңды жеп көрген торттарының ішіндегі ең дәмді, ең жұмсақ және де ең нәзігі. Осы рецептпен менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Тортқа қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описаниеден көре аласыздар. Ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқа салып, үстінен қант салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. 2 ас қасық табиғи бал қосамыз. Жылы сүт құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызды қайнап тұрған судың үстіне қойып, жақсылап араластыра отыра ерітеміз. Орысша айтқанда водяной баняға қоямыз. Міндетті түрде араластырып отыруымыз керек. Біздің массамызды ыстық болғанға дейін араластыру керек. Қолымыз күймейтіндей, бірақ ыстық болу керек. Енді осы жерде ас содасы мен уксусты араластырып, массамызға қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырған соң массамызды оттан алып, оған ұн қосамыз. Ұнымызды бірден салмай, 3 бөлікке бөліп, електен өткізіп саламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Қамырымыздың консистенциясы осындай қаймақ сияқты қою, созылып тұруы қажет. Енді осы қамырымызды 1,5-2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Бұл уақытта біз қайнатпалы крем дайындаймыз. 2 жұмыртқаға қант қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң кукурузный крахмал қосамыз. Кукурузный крахмалды картофельный крахмалға ауыстыруға болады. Және де жақсылап араластырамыз. Одан соң сүтті баяу отқа қойып, ысытып аламыз. Қайнатпаймыз, тек қана ысытамыз. Одан соң сүттің аз ғана мөлшерін біздің кремімізге қосып, араластырамыз. Жақсылап тез-тез араластыруымыз қажет. Біркелкі араласқаннан соң қайтадан массамызды сүтке құямыз. Жай отқа қойып, араластырып отырып, массамыздың қоюланғанын күтеміз. Міндетті түрде араластырып отыруымыз қажет.
Осылай қоюланып бастаған кезде біздің жұмсақ сары май мен ванилинді қосып жібереміз. Менің сары май қосқаным видеоға түспей қалыпты. Енді осы массамызды алып, басқа ыдысқа құйып, үстінен пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасында суытамыз. Міне біздің қамырымызды тоңазытқыштан шығардық. Осындай қолға жабыспайтын, әдемі болу керек. Егер сіздің қамырларыңыз қолдарыңызға жабысса, әлде де тоңазытқышта тұру керек деген сөз. Қамырды осылай 9 бөлікке бөлеміз. Әрқайсысын осылай пергамент қағазының үстіне қойып, оқтаумен жаямыз. Барлығы бірдей доп-домалақ болуы міндетті емес. Біз піскен соң оның жанын түзулеп алып тастаймыз. Міне қамырымызды жайып алдық. Енді осыны листіге салып, 220 градуста 3-5 минуттың аралығында пісіріп аламыз. Ең бастысы қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімде пеш әртүрлі, сол себептен қарап-қарап тұруларыңыз керек. Мен шетін осындай формамен түзулеп кесіп алдым. Міндетті түрде ыстық кезінде кесіңіздер, әйтпесе суыған соң кесілмей қалады. Барлық қамырларымызды осы видеодағыдай пісіріп шығамыз. Корждарымыздың бәрін пісіріп, суытып алған соң тортымызды құрастырамыз. Арасына осылай жаңағы қайнатпалы кремімізді қосып отырып, тортымызды жинаймыз. Жаңағы қалған корждарымызды блендермен әдемілеп езіп алып, торттың бетіне әсемдік үшін қолданамыз. Үгітілген корждарымызды торттың бетіне әдемілеп сеуіп шығамыз, және де тортымызды 2-3 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Міне біздің тортымыз дайын, өте нәзік, өте жұмсақ, дәмі өте керемет болып шығады. Маған сеніңіздер. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Алда әлде де көптеген рецепттер болады, сол себептен менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.